Фильмнің басында біз Ник пен оның әйелін көреміз. Олар өте бақытты өмір сүріп жатады. Тіпті екеуі шындықты айту ойынын ойнап, кім бірінші күлетінін күтеді. Жұмыста да Никтің жағдайы жақсы, оның жақсы қызметі бар, және бастық оған ерекше сенім артады. Бір күні компания директоры одан маңызды кездесуді өткізіп беруді сұрайды. Бірақ Ник бұған барғысы келмейді. Өйткені ол кешті әйелмен бірге өткізуге уәде берген еді. Соңғы сәтте іскерлік кешкі ас болмайды. Осы мүмкіндікті пайдаланып, Ник бір шоқ гүл алып, қуанып үйіне асығады. Бірақ үйінде оны күтпеген жағдай күтіп тұр. Ерлі-зайыптылардың жатын бөлмесінде оның әйелі басқа еркекпен көңіл көтеріп жатыр. Оның үстінде бастығының аты жөні жазылған түймелерді тауып алады. Бұл екі жақты сатқындық ер адамды күйретіп жібереді. Қатты күйзеліске түскен Ник көлігіне отырып, мақсатсыз жолға шығып кетеді. Ол өте қауіпті түрде айдап бірнеше рет апат болып жаздайды. Ақыры ол тозығы жеткен бір ауданға келіп тоқтайды. Келесі бағдаршамда ол демалу үшін көзін жұмады. Сол сәтте біреу оның бетінен мылтық тіреп, Амияны мен көлік кілтін талап етеді. Бірақ қарақшы қатты қателескен еді. Кенеттен Ник газды басып, бар жылдамдықпен алға ұмтылады да айналасына бей-берекет хаос туғызады. Сонымен қатар ол Амиянын терезеден лақтырып жібереді де қарақшының көзіне бұрыш спрейін шашады. Қарақшы Никті есі ауысқан маньяк шығар деп ойлайды. Өйткені олар дәл адамдарды шөлде өлтіретін жерге қарай бара жатқандай көрінеді. Бірақ Ник жай ғана ашуын басу үшін жол бойындағы шағын асханаға тоқтайды. Қарапайым тамаққа тапсырыс беріп, екеуі ұрысып, қарым-қатынастарын анықтай бастайды. Сәтсіз қарақшы Торренс мылтығының оқталмаған мойындайды. Ал Ник өзінің Амияны жоғалғанын түсінеді. Нет проблем. Бумажник. Асханадан шыққан соң олар тағы да төбелеседі. Өйткені Терренс Никтен өзін кері апарып тастауды сұрайды. Ал Ник бензин үшін ақша талап етеді. Көлікте тағы бір несие картасы бар екенін білген Терренс төбелесте жеңіп оны алады. Бірақ көп ұзамай картаның мерзімі өтіп кеткен анықталады. Тағы да сол асханада отырып, бұл жолы Никтің отбасылық мәселелерін талқылайды. Қарақшы оған пайдалы кеңес береді, бірақ Никке ол ұнамайды. Әйелі туралы айтылған ауыр сөздер үшін Ник оны ұрып жібереді де кафеде тағы бір төбелес басталады. Ақырында қаламаса да екеуі бірге жолға шығады. Ең жақын жанармай бекетінде Терренс кассирді тонап алады да оларды жүк көлігін мінген алып қарулы адамдар қуып кетеді. Көп ұзамай жергілікті шериф те қуады. Күтпеген жерде Ник көлікте өте шебер айдап, қудалаудан құтылады. Ал жүк көлігі мен полиция көлігі бір-бірімен соқтығысып қалады. Терренс бұған қатты қуанады, бірақ Никтің шыдамы таусылып, ол серігінен құтылмақ болады. Жол жиегіне тоқтағанда олар тағы да ұрысады. Кенеттен Никтің басына бастығының кеңсесін тонау туралы тамаша идея келеді. Терренс бұл ойды бірден ұнатып, үлесін талап етеді. Біраз саудаласқаннан кейін жаңа қылмыстық серіктестер іске кірісуге шешім қабылдайды. Полицияда қарап отырмай, екі қауіпті қарақшы туралы іздеу парақтарын таратады. Бірі қара, бірі ақ, дәл Ник пен Терренс сияқты. Жолда келе жатып, Терренс Никтің бейнекамерасын қарап, техника туралы білімін көрсетеді. Кенеттен үлкен түкті өрмекші Никтің басына шығып кетеді. Ол қорқып айғайлап, досынан көмектесу сұрайды. Бірақ жаңа досы тек күліп, оның ессіз бейін камераға түсіреді. Ник аяқ киіммен тапталып жүргенде, төгілген бензиннің аяқ киімі кездейсоқ жанып кетеді. Келесі жанармай бекетінде кассир бір клиенттің көйлегінің астынан тапанша көріп қалып, мылтық алып, полиция шақырады. Бірақ Ник одан жылдам әрекет етеді. Кассирді қарумен қорқытып, мылтықты алып кетеді. Бірақ сонымен бірге ақшасында адал төлейді. Терренс оның қылмыскерлік қабілетіне тәнті болады. Осы кезде іздеудегі басқа екі қарақшы да сол тас жолмен келе жатып, бекетте тұрған Никтің сәнді көлігін байқайды. Олар Никтің көлігіне соғылып, жолдан шығарып жібереді. Қару кезеп, екі досты жерге жатқызып қорлайды. Сол кезде Ник кенеттен қатты ашуланып, қарақшыны балағаттап орнына тұрады. Таңғалған сәтті пайдаланып Терренс бастаманы қолға алады, бірақ байқамай Никті жаралап алады. Енді артықшылық қайтадан достарға өтеді. Олар қарақшылардың дөңгелектерін тесіп, қаруларын алып кетіп қалады. Жолда келе жатып, Никтің қорқынышты жарасы жай ғана кішкентай сызат екені анықталады. Қалаға оралған соң Терренс досын үйіне апарады. Онда олар оның ашулы әйелін көреді. Ол күйеуінің қылмыстық істерінен бейхабар. Оның үстіне үйде оның қаһарлы анасы да бар. Қонақтан ұялмай ол ұлын қайда-қайда шапалақтап, қорқытып қарғайды. И дерзи своей матери. О, за что?
А что я сделал? Ты получил за то, что шлялся с ним. Теренстің екі кішкентай баласы бар. Үйде өте жайлы. Жұмыссыз болса да ол әйелмен бақытты көрінеді. Ник жаңа досына өзіне де жаны ашиды. Өйткені ол өзінің бақытынан айырылған еді. Үлкен тонауға дайындала отырып, достар балаклава киіп ұқсас дүкендерді тонай бастайды. Бұл тіпті күлкілі көрінеді. Өйткені кішкентай дүкендегі қарт сатушының өзі Никтің қабілетіне таң қалмайды. Ақыры бәрін дайындап болған соң серіктестер Ник жұмыс істейтін кеңсеге жасырын кіреді. Олар сынған терезе арқылы күзетшіні басқа жаққа алаңдатады. Лифтте күдік туғызбас үшін 15-ші қабатқа жаяу көтеріледі де, жоғарыға жеткенде әрең демалады. Бірақ кенеттен жоспардың бәрі бұзылады. Ник бастығының кодты өзгерткенін біледі. Ал оның бүкіл жоспары дәл сол кодқа негізделген еді. Теренс жүйеге тексеріс режимін қосып, жағдайды құтқарады. Енді олардың бар болғаны 5 минуты бар. Сейфтен ақшаны алып кетуге дайындалады. Бірақ Ник ұстамай, бастығын мазақтай бастайды. Бақылау камерасына қарап түрлі әдепсіз қимылдар көрсетеді. Оның үстіне махаббат құдайын бейнелейтін үлкен еркектік белгісі бар бастығының сүйікті мүшесінің сындырып тастайды. Балаклавасын шешіп, камераға тура қарап, бастығын балағаттайды. Серігі бұған қатты наразы. Өйткені бұл әрекет екеуінде де әшкерелеуі мүмкін. Қалай болғанда да кеңседен кететін уақыт келеді. Бірақ олар шыға алмай қалады. Өйткені кезекші күзетші бақылау жүйесінің жарықтарының астында диск ұйымдастырып билеп жүр. Бейшара ұрылар үстелдің астында ұйықтап кетуге шақ қалады. Ал күзетші тоқтар емес. Ақыры ол шаршап кетеді, достарға жол ашылады. Тонауды сәтті аяқтаған олар қонақ үйдегі бөлмеге келеді. Теренс қатты қуанып, ақшаның арасында аунап, сәнді өмір туралы жоспарлар құра бастайды. Бірақ Никтің тойлауға көңілі жоқ еді. Қонақ үйдің бардына түскен ол бұрыннан таныс Дэниеламен кездеседі. Ол еш ұялмай Никпен флирт жасайды. Алайда оның бөлмесіне барған кезде Ник әйеліне опасыздық жасай алмайтын түсінеді. Ал сол уақытта Ник жоқ кезде Торренстің бөлмесіне шақырылмаған қонақтар келеді. Тағыда іздеуде жүрген сол екі қарақшы. Олар револьвермен қорқытып ақшаны сөмкелерге сала бастайды. Кенеттен шешім қабылдаған Ник әйеліне телефон соғады. Әйелі абыр жолы болса да, оның дауысын естігені қонады. Ник жұма күні кешке оны Филиппен бірге көрген айтады. Әйелі бірден асығыс әрі қобалжып түсіндіре бастайды. Ол мүлде өзі болмағанын, ол оның әпкесі екенін айтады. Әпкесі өзінің жігітімен бірге қалаға Анна күткеннен ертерек ұшып келген екен. Ник бұл түсініктемені тыңдай отырып, түймелерді есіне түсіреді. Бастығының түймелері олардың үйінде қалай жүр? Бірақ Аннаның оған да жауабы бар. Ол түймелер жаңа жыл кешінен бері үйде жатқан. Ол оларды әдейі көзге көрінетін жерге қалдырған. Күйеуі бір күні оларды кеңсеге апарып, бастығыны қайтарады деп ойлаған. Осындай қарапайым әрі логикалы жауаптарды естіген Ник қатты қуанады. Расында да ол жатын бөлмедегі әйелді тек арт жағынан ғана көрген еді. Ал Аннаның әпкесі оған қатты ұқсайды. Шашы да, дене бітімі де бірдей. Ал ер адамды ол тіпті дұрыс көрмеген. Демек әйелі оған опасыздық жасамаған. Ол әлі де оны жақсы көреді. Никтің жүрегінде үміт қайта оянады. Әйелі де солай екенін айтып, оның жай ғана асығыс қорытынды жасағанын түсіндіреді. Бейшара күйеудің кеудесінен ауырта түскендей болады. Ол әйеліне үйден кеткеннен кейін басынан өткен жағдайларды айтпақ болады. Бірақ кенеттен жасаған ісінің қаншалықты қорқынышты екенін түсінеді. Ол не істеді? Кеңсені тонап, үстіне үстемелеп мүлде кінәсіз бастығын балағаттады. Қорқыныштан телефонды тастап, Ник Теренсті қалдырған қонақ үй бөлмесіне қарай жүгіріп барады. Лифт есігі ашылғанда үлкен сөмке көтеріп кеткен жол қарақшыларын көреді. Ник әрең дегенде бұрышқа жасырын үлгереді. Бөлмеге кіргенде ол сұмдық көріністі көреді. Серігі орындықта отыр, ал орындық балкон қоршауының үстінде артқы екі аяғымен ғана тұр. Бұл қауіпті тепендекті тек балкон есігіне байланған жайма ұстап тұр. Егер бұл әлсіз құрылым бұзылса, Теренс бірден құлап кетеді. Қатты қорыққан Теренс досынан балкон есігін ашпауын өтінеді. Бірақ Ник жайманың есікке қысылып тұрған ұшын ұстап үлгеремін деп ойлайды. 1-2-3 дегенде ол бәрін жылдам істейді. Шынында да жайманы ұстап алады, бірақ ол жыртылып кетеді де байғыз орындықпен бірге төмен құлайды. Бақытына орай ол қатты төмен құламайды, тек төменгі қабаттағы балконға түседі. Тіпті орындықта отырған күйі қалады. Жайма басына оралып қалған. Бөлмеден жүгіріп шыққан достар тек қарақшылардың көлігінің кетіп бара жатқанын көреді. Қуып жеткенде Ник олардың ескі көлігіне соғылады. Тағы да атыс басталады да қарақшылардың көлігі бағанаға соғылып тоқтайды. Қараңғы әрі тар аллеяда қарулы қарсыласу басталады. Бір жағында өздерін бандиттер мен кісі өлтірушілер деп атайтындар, ал екінші жағында отбасы адамы Ник. Бұл шайқаста Ник айқын жеңіске жетеді. Олардың біреуінің қолынан атып жаралайды. Дұшпандарды мықтап байлап, Ник пен Теренс ақшасы бар сөмкені алып кетеді. Келген полиция тек қарақшыларды ұстап әкетеді. Ник ақшаны қайтармақ екен айтқанда, Теренс қатты ашуланады. Достар арасында тағы да бір жанжал шығады. Ол олжадан айырылғысы келмейді. Бірақ ақырында Никтің өтініші
өтінішіне көнеді. Дегенмен ол бір сұрақ қояды. Ник өз өмірін қайтарады, ал өзі не алады? Екеуі де үйлеріне қайтады. Екеуінде отбасылары қуана қарсы алады. Келесі күні таңертең кеңседе үлкен әңгіме болады. Түнде белгісіз біреулер бастығының сүйікті мүсіншесін сындырып кеткен. Бастық күзетшілермен бірге бейне бақылау жазбаларын қарап жатқанын білген Ник бірден сол жерде барып, оны басқа жаққа алаңдатуға тырысады. Бірақ қолынан келмейді. Дәл шешуші сәтте экранда кенеттен басқа видео шығады. Өрмекші Никтің басына шыққан кездегі Терренс түсірген бейне. Барлығы таңғалады. Бақылау жазбасының үстіне басқа видеоны кім жазып қойған? Сөйтсе, сол күні таңертең ғимаратта бір электрик болған екен. Ник дереу ол адамды өз шақырған айтады. 16-шы қабатта бірдеңе дұрыс істемей тұрған. Бастық жоғалған мүсінші үшін қайғырып отырғанда, Ник қалалық саябаққа барады. Ол жерде Терренс отбасымен бірге барбекю жасап жатыр. Ник досына көмегі үшін алғыс айтып, оған кеңседегі жаңа қауіпсіздік жүйесін орнататын жұмыс ұсынады. Ақырында бәрі жақсы аяқталады. Тек Терренс тағы да анасынан шапалақ жейді. Өйткені ол анасының ерекше кішасының бүкіл банкісін жеп қойған екен. Міне фильм осымен аяқталады. Бұл видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Видеоға лайк басып қолдаңыздар. Пікірге осы фильм туралы ойларыңызды жазыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.